Наурыз көже қалай пайда болған? Қазғұртқа Нұх пайғамбар күн мен түн теңескен кезде тоқтапты. Бұл 22 наурыз күні екен. Пайғамбар апаттан аман қалғанына шүкіршілік етіп, Құдай тамақ бермек болады. Кемедегі азық түлікті қараса, қап түбінде алақандай ет, 1-2 құрт, 1 уыс бидай мен жүгері, тары, су, 1 шөкім тұз қалыпты. Пайғамбар тәуекел дейді де, барлығын қазанға салып пісіреді. Тағамды әр былғаған сайын Алланың есімін айтып ұлықтайды. Алла періштелерге: көрдіңдер ме, мен үшін қолдағы барын салып ас беріп жатыр. Барып қазанына кәусардан тамызыңдар, берекемді шашыңдар, дейді. Періштелер жиналып қазанды былғайды. Азғантай 7 түрлі дәмнен жасалған тағам берекелі асқа айналады. Жан-жануар, аң, құс жиналып пайғамбардың қазанынан дәм татады. Содан бері Нұхтың бұл тағамы тілеу көже немесе наурыз көже деп аталыпты. Наурыз күні адамдар мен жануарларды тойдыру пайғамбардың сүннетіне айналыпты.